Бүгінгі қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Ертеде тілу, қақ ортасынан бөлу, теріс айналау, арлану, жекіру, қимылдау, қоюлану. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Давно. Резать, полосовать. Резать пополам. Повернуться спиной, игнорировать. Считать позорным, стыдиться. Повышать голос. Производить движение и действия. Сгущаться. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жаздым. Сіздерге оқимын. Күтіп тұрыңыз. Қайғылы әңгіме. Ертеде бір жерде үлкен патшалық пайда болыпты. Оны мықты патша бөлектен бөлекке көріпті. Патшалығының халқы біртұтас болғандықтан қолөнер, шебер кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы дамытыпты. Өмір бейбіт және берекелі болыпты. Халықтың есіне патша ұлы атымен сақталыпты. Қартайып кеткенде патша екі бала ханзадасына патшалықты қақ ортасынан бөліп мұраға қалдырыпты. Ханзадалар олардың жағынан бұрынғы бірлескен бөлектерін патшалықтарына айналдырып, олардың бөлектерін ары қарай тіліп, олардың балаларына қалдырыпты. Қорытындысында бұрынғы үлкен ел бірнеше бөлескен кіші ел телімдеріне айналдырылыпты. Олардың арасындағы жанжалдар өртеп кетіпті. Патшалар бір-бірімен ұрсаса бастап, басқа елдердің қызығушылықтарына теріс айналып қойды. Қарапайым халқының күнделікті өміріне қауіп қойылып кетті. Соғыстар басталыпты. Дүниеден өткен ұлы патша тірі болса, мұндай елінің жағдайынан арланып кетер еді. Оны туралы естіп, ашуланып кетерінде жекіріп, баларын, ары-немерелерін бағалаттар еді. Бірақ осы сәтте амал жоқ. Жағдайды жақсартуға қимылдаудың уақыты өтіп қалыпты. Печальная история. Давным-давно в одном месте на земле возникло большое царство. Его собрал по кусочкам могучий царь. Поскольку народ царства был един, в нем развивались ремесла, мастерские и сельское хозяйство. Жизнь была мирной и благополучной. В памяти народа царь сохранился под именем Великий. Когда царь состарился, он разделил царство ровно пополам и оставил в наследство двум своим сыновьям-царевичам. Царевичи со своей стороны, превратив прежние единые части в свои царства, далее разрезали их и передавали своим детям. В итоге прежняя большая страна превратилась в несколько раздробленных мелких государств-осколков. Между ними вспыхивали конфликты. Цари начали ссориться друг с другом, игнорируя интересы других стран. Над повседневной жизнью простых людей сгустилась опасность. Начались войны. Если бы великий царь, ушедший из жизни, был жив, он бы устыдился такого положения своей страны. Услышав об этом, он, разгневавшись, выбранил бы своих сыновей и внуков. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Время для действий по улучшению ситуации уже упущено.